Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Міне мынау сіздер көрген өткендегі біздің 70-міз. Енді қазір біз Camry 75-тің түсіріліміне бара жатырмыз. Былай көрсең, Camry 75 қандай, қалай бәрін бірге тамашалайтын боламыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті Тоқал автоның көрермендері. Бүгін бізде обзорда Toyota Camry 75 несімен айырмашылығы бар екенін қазір көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Camry светофорда көріп қалсаң замри, мазан алма, мен корольмін тамби. Бұл Camry Жанахмат Бакай. Құрметті бауырлар, Toyota Camry 70 пен 75 европейстің айырмашылығы неде деп көбісі сұрап жатады. Көбісі жолда келе жатқан кезде 45-ка, 40-ка, 50-ка, 55-ның бәрі біледі. Өйткені бамперларында өзгешіліктер, фарларында өзгешіліктер бар. 70 пен 75-тің айырмашылығы ондай қатты көп емес, бірақ тек бамперларында. 70 пен 75-тің айырмашылығы қандай? 70-ті қарасаңыздар, бампері осындай болып келеді, мына шетінде. Көріп тұрсаңыздар, кішкене астыға қарай еріне түскен десе болады. 75-те ерін кесіп тастаған деп айтуға да болады. Нері X сияқты болып тұр, алдыңғы решеткасы өзгерген. И мынау, бір сөзбен айтқанда, мына решеткасы өзгерген. Қалғанның бәрі бірдей, фарлар да бірдей, сырты да бірдей, іші де бірдей. Арт жағында қарасаңыздар, арты да бірдей негізінде. Бірақ мынада бесключевой доступ бұл Prestige Plus, екеуі де бірдей комплектацияда. Мынада бесключевой доступ тек хромированный емес, өзінің кузовының цветіне сәйкес екен. Арт жағына қарап тұрсаңыздар, қайсы 70, қайсы 75 деп айта алмайсыңдар даже. Арты екеуінің мүлде бірдей, ешқандай айырмашылық жоқ. Фары да бірдей, бамперлары да бірдей десе болады. Ешқандай айырмашылық жоқ артында. Тек өзгеріс 75-тің қазір салонында болады. Сәл-сәл, қалғаны іші 70-тік сияқты. Ішіне кірейік, бауырлар. Бауырлар, ішіне келсек, ондай қатты өзгеріс жоқ деп айтуға да болады. Өйткені тек мына консоль мониторы 70-те ортасында болады. Мына монитор жоғары қарай көтерілген. Мынау воздуховод, мына печканың несі дейді ғой. Сол астыға қарай түскен болды. Қалғаны 70-тің іші тура. Ешқандай да өзгешілік жоқ, ешқандай да не жоқ. Тек мына ремендердің нелерін айтпаса тағы да қосылған. Сосын жерде очечник жоқ дейсің ғой. Очечник жоқ екен. Комплектациясы Prestige Plus, объемы 2-де 5, бұл жаңа мотор. Осы 75-терге салынған жаңа мотор, және 8-ступка автомат бұда. Ана 70-те әлі сол 55-тің моторымен 55-тің коробка автоматы тұр. Мынада жаңа коробка салынған 8-ступка, бензин, эконом. Короче, салоннан алдық. Салоннан бері сол әлі бір бензинмен жүріп қой. Пробегі тек 8000. Даже былай қарап тұрсаңыздар, артқы есігі әлі ашылмаған деп айтуға да болады. Әлі артқы есігі қыздай. Не деймін бауырлар? Жаңаның аты жаңа, качествосы сол 70-те айтқандағыдай. Өте керемет, тартысы бәрі жақсы. Бұл көбінесе жаңағы жастарға или жаңағыдай қалада жүріп офисқа, жаңағыдай жұмысқа барып келуге арналған өте керемет машине. JBL системасы тұр. Өлең өте керемет шығады, звучаниясы. Құрметті көрермендер, мынаның астында жаңа мотор көрсеңіздер болады. Кесігін таппайсың, осындайды. Қайда кетіп қалды? Өйстіп, пазар боласын дейсің ғой. Аштық. 2-де 5, жаңа мотор. 55-тің мотор емес. Бұл американецтарда тұрған мотор. 8-ступка автоматқа арналған мотор. Бұл доработанный. Арғара енді характеристикаларын ондай қатты біле бермеймін. Бірақ өте жақсы деп жатыр. Және 70 пен 75-тің бір слабый жері. Шаң кір өте тез кіреді бұл жерге. Қарап тұрсаңыздар, осы
Жап-жаңа машина ғой, 2022-нің машинасы, бірақ уже моторы шаң басып кеткен. Сол жері минус, бауырлар. А так, машина полностью жап-жаңа. Жаңаның аты жаңа ғой бәрібір. Тек бұны айырмашылығы алдынан ғана ажыратамыз, жаңағы бамперынан ғана болды, 75-ті. Сосын ішкі мониторынан, енді көбісі ішкі мониторға қарай бермейді. Келе жатқан кезде алдыңғы бамперін көрсеңіз болды. 75-пен келатыр деп. Немесе 70-пен келатыр деп. Анау 75 алыпты ғой деген сияқты әңгіме айтасыңдар. Басқа не деймін? Титанкасы өзгерген. Басқа титанка 18 размерде. Мынандай қара мен сереброны араластырған бүйтіп. Білмеймін, не мағына беретін. Және багажына ашпай ақ қойып, ішінде заттар жатыр. Алдындағыдай адам жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Я, бауырлар, жаңа айтылғандай 8 ступка автомат, қазір тексереміз бұны. 49, 51. Енді қырда кішкенен бәрібір де өзінің разницасы болады, бәрібір де разгон жинау жағынан. Оны негізі ровный трассада тексеру керек. Қатты кетіп жатыр деп ойламаңыздар, машинаны білдіріп жатыр деп. Құрметті көрермендер, егер де сыртқы осы жүрісін машиненің қаласаңыздар, екеуінің айырмашылығы қандайда комментарийға жазсаңыздар, біз міндетті түрде бұны екі машинені сынап көреміз. Қалай разгон алады, қалай тоқтайды, соның бәрін тексеретін боламыз. Алдағы уақытта бәрін көресіздер, Алла қаласа. Негізі қазір қараңғы батып келе жатыр, біз тау жақта тұрып жүрміз. Сол үшін қазір ондай қатты тест-драйв жасай алмаймыз. Ренжімеңіздер, мұңаймаңыздар, осымен видео аяқталады. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Подписка жасап, және коммент қалдырыңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар.